Гренни ойынның қорқынышты хоррор ойын екенін барлығымыз білеміз. Бірақ сол ойынның шын өмірден алынғанын және Греннидің шын өмірде өмір сүрген қылмыскер екенін білесіз бе? Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге Абай Ғой арнасы. Бүгін сіздерге Гренни ойынның ащы шындығын айтып, өмірмен байланысын айтатын боламыз. Әрбір сәтін жібермей көріңіз, себебі әр сәттер қорқынышты деректерге толы. Сіздер лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ендеше мен бастаймын. Ең алдымен Гренни ойынның өзіне тоқталып кетейік. Ойынның сюжеті бойынша біз бір үйден шығамыз. Сол үйден қашудың жолын тауып, қашып шығуымыз керек. Ойын барысында бізді Гренни деген кемпір қуады. Біз сол кемпірге ұсталмай қашуымыз керек. Егер ұсталған жағдайда біз ойынды басынан бастаймыз. Қазіргі кезде Греннидің көптеген түрі жарық көрді. Мысалға алсақ, кәдімгі Гренни бар, содан соң Гренни ремейк бар. Бұл ойын шыға салысымен танымалдылыққа ие болды. Барлығы осы ойынды ойнап көрген шығар, алайда таза тарихын білмейді. Мен сіздерге сол ойынның тарихын көрсететін боламын. Тамара Самсонова 1947 жылы Ресейдің Ужур деген жерінде дүниеге келген. Кейінірек Санкт-Петербург қаласына көшкен. Барлық қылмыстарын сол жерден бастаған болатын. Және бұл кемпір шизофрения ауруымен 3 рет ауруханаға түскен. Бұл психологиялық ауру. Бір күні жаңа үйге көшіп келген тұрғындар подъездің камерасынан қолына ауыр пакет ұстаған кемпірді көреді. Әрине бұл Тамара Самсонова болды. Және Тамара Самсонова 2 адамның өліміне күдікті болды. Бірақ бәрі бұл кемпірді қатыгез жауыз екенін білген жоқ. Полицейлер үйіне кіргенде қанға малынған пышақ пен балтаны көрді. Ойында да тура сондай қарулар Гренниде болатын. Полицейлер бос жүрмей қызықты нәрсе тапты. Тамара Самсонованың 13 адам өлтіргенін анықтады. Бұлардан бөлек түрлі парақтар мен қара магиялар және адамды өлтіру жоспарларын да тапқан болатын. 2015 жылы Тамара Самсонованы тұтқынға алды. Оған өмір бойы бас бостандығынан айырылу жазасы берілді. Сол кезде өзінің адам өлтіргенін ашық айтып береді. Ойында біз оның жертвасы боламыз, ал Гренни Тамара болады. Сіздер бұл ақпаратты мистикалық ақпарат деп ойласаңыздар, сіздерге қызықты мистикалық ақпаратты айтып берейін. Негізі Гренни ойыны сайтани ойын екенін білдіңіз бе? Бұл ойында сайтани белгілер өте көп. Олар қабырғаларда көрсетілген болатын. Сайтани белгілермен қоса белгісіз құбылыстар да бұл жерде көрсетілген. Бұл ойын туралы өз ойыңызды пікірге жаза кетіңіз. Достар, осымен видео өз мәресіне жетті. Лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және пікірге бұл ақпаратпен қаншалықты келісетіңізді жаза кетіңіз. Сіздермен бірге болған Абай Ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.